Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағынан шығатын дастарханыңызға сән беретін муравейник дайындаймыз. Толық рецепт видео астында болады. Алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз және бөлме температурасындағы сармайды салып, күрекшемен осылай жақсылап араластырамыз. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алған дұрыс. Енді осылай қасықтың ұшымен тұз, кішкене ғана тағы сода саламыз. Күрекшемізбен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен 5-10 минуттай жақсылап илейміз. Әбден иіғанғанша 5-10 минут осылай илеп біркелкі болуы керек. Енді салафанымызға салып, тоңазытқышқа 15 минут қойып қоямыз. Мен осылай ет тартқыштан өткізетін боламын. Сіздер өз қалауыңыз бойынша теркадан өткізуге де болады. Мен ет тартқыштың ұсақ көзімен осылай барлығын өткізіп алдым. Осы аралықта пешімізді 200 градуста қыздырып қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз градусыңызда қарап қызарғанша пісіріп аламыз. Енді осылай таза ыдысқа салып аламыз. Үстіне мак және де вареный сгущенка қосуға да болады. Мен осындай сгущенка қосамын. Сгущенкасы көбірек болса өте дәмді бола түседі. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бірден жей беруге болады. Стаканға немесе қолыңызбен өз формаңызда келтіріп алуға болады. Немесе мен сияқты осылай тарелкаға домалақтап салсаңыз да болады. Осы рецептпен 4 жерге салуға болады. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.